адамды шектей ме әлде қорғай ма? Мысал арқылы түсіндіріп көрейін. Сіз баланы нешін шектейсіз? Розеткаға қолын салып алмасын деп, түнде қыздарымыз далаға жалғыз шықпасын деп. Бұл шектеу ма? Иә, шектеу, бірақ қорғау үшін оларды шектеу. Тағы бір мысал. Жолда жылдамдыққа шектеу бар. Егер ол болмаса не болады? Апат көбейеді, адам өледі. Исламда да дәл солай. Ішпе, зина жасама, өтірік айтпа, аманатқа қиянат жасама. Бұл тыйым сияқты көрінеді. Ал шын мәнінде ол қорғау. Денсаулықты, отбасын, арды, қоғамды. Алкогольден қаншама отбасы бұзылды. Кредиттен қанша адам депрессияға кірді. Зинадан қанша бала әкесіз қалды. Ислам осының бәрін алдын ала тоқтатқысы келеді. Дін адамды еркіндігінен айырмайды. Дін адамды қорғайды. Бір ұстазымыз айтқандай, ол қинау емес, қимау. Алла сізді ол іске қимайды.